Келіншегінің қадірін кеш түсінген ердің хаты. Қымбаттым, екеуміз ұрсып қалғалы, сен үйден кеткелі 2 күн, 2 жылдай болды мен үшін. Шаңырағымның берекесі өзіңмен бірге шығып кеткендей болды. Мен күндегі әдетімен жұмыстан шығып келіп, футбол қарауға теледидар алдында жайғасқанда, шыдамның дәл осы күні шегіне жететінін де сезбеппін. Сенің қабағыңа да алаңдамай, пендешілікпен сендерге ақша табу үшін арып-ашып жұмыс жасап жүрмін деп, еркектік парызымды міндет қылыппын. Кеш мені. Төбелесіп жатқан балаларға да, шырылдап жатқан кішкентайға да қарайласпай, қара басып, дәл сол күні қайдан ғана теледидар алдына сұлай салдым екен. Оның үстіне бақырып-шақырып жатырған балалардың даусын естімейін деп, теледидардың даусын қаттырақ шығарып қойғанымды қайтесің. Сені күнделікті үйде отырып, қуыршақпен үйшік ойнаудан несіне шаршайды екен деп ойлап, оңбай қателесіппін. Мәңгілікке созылғандай 2 күнде балалардың ас суын өзім әзірледім. Екеуі 2 жақтан шырылдап, бірі ұйықтай бергенде екіншісі оянады. Сен келесі күні де оралмадың. Жұмыстан сұранып, балалардың жанына өзім қалдым. Күні бойы бір шеңбердің бойымен ары-бері зырылдап, жанымды қойырға жер таппадым. Тым құрығанда душқа түсуге 1 минут артылмайды. Сүт жылытып, балаларды киіндіріп, ас үйді бір мезгілде жуып жүрдім. Барлығы да бір уақытта болды. Күні бойы бір адаммен тілдесуге, адам сияқты отырып тамақ жеуге мүмкіндік болмады. Қайта-қайта балаларға алаңдап, мазам кетті. Сілем қатқаны сонша бірнеше тәулік оянбай ұйықтайтын адамда едім. Бірақ ол да мүмкін болмады. Кішкентайымыз әр 3 сағат сайын оянып тамақ сұрайды, жылайды. Сенсіз 2 күн, 1 күн өтті. Мен бәрінде түсіндім. Ана болу өзіңді үздіксіз құрбан ету екендігін білдім. Құрбыларымен қыдыруға бармай, спорт залды, салондарды қыз дәуренге қалдырып кеткеніңде, хоббилеріңнен қол үзіп қалғаныңда, барлығы балаларымыздың және мен үшін екендігін енді түсіндім. Аналар қоғамдағы ең ауыр жауапкершілікті мойнына алып, ең қиын істерді атқарады, бірақ оны ешкім елемейді. Деген мазмұнмен өзінің хатын аяқтады.